Бірінші апиын соғысы 1840-1842 жылдар аралығында болды. Бірінші апиын соғысының салдары Бірінші апиын соғысы 1839 жылы 18 наурыздан бастап 1842 жылдың 29 тамызына дейін өтті және алғашқы ағылшын-қытай соғысы деп аталды. 69 британдық және 18 мың қытай әскері қаза тапты. Соғыс нәтижесінде Ұлыбритания сауда құқығын жеңіп, 5 шарттық форты мен Гонконгқа қол жеткізді. Екінші апиын соғысы 1856-1860 жылдар аралығында болып өтті. Екінші апиын соғысының салдары Екінші апиын соғысы 1856 жылы 23 қазаннан бастап 1860 жылдың 18 қазанына дейін орын алды. Оны екінші ағылшын-қытай соғысы деп те атайды. Шамамен 2900 батыс әскері қырылды, ал Қытайдан 12 мыңнан 30 мыңға дейін адам қаза тапқан деген ақпараттар бар. 1842 жылы 29 тамызда Ұлыбритания патшайымы Виктория мен Қытайдың Дуганг императоры Дангонг Нанкин келісімшартына қол қойды. 1857 жылы желтоқсан айының ортасына қарай және 1858 жылдың ортасына қарай ағылшын-француз күштері Гуанчжоуды, Гуандун және Тяньцзинь маңындағы Таку фортын басып алды. Қытаймен 1858 жылғы маусымда Тяньцзинь келісімшартына қол қойылды. 1858 жылы Ресей Қытаймен Айгун келісімшартын жасайды. Ал Айгун келісімшарты бойынша Амур өзенінің сол жақ жағалауы Ресейдің қарамағына берілді. Қорытындылай келгенде, апиын соғыстары 1840-1842 жылдары, 1856-1860 жылдары Еуропалық отаршылдардың Қытайдың күшпен ашуына, бірнеше мыңжылдық тарихы бар алпауыт империяның күйреуіне әкелді. Отаршылдыққа тап болған жаңа кезеңге аяқ бастырды. Манжурлық Цин әулеті гүлдену кезеңін аяқтап, енді құлдырауға ұшырай бастады. Апиын соғыстарындағы жеңілістер, әділетсіз келісімшарттар шетел капиталына, сауда, кеден және басқа да жеңілдіктер әкеліп, Қытай экономикасының күйреуіне негіз болды. Достар, сабақ ұнаса каналға тіркеліп, достарыңа жіберуді ұмытпа.